Сәлем оқырман. Бүгін біз тағы да бір өмірден алынған оқиғамен бөлісетін боламыз. Видеоны бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Малика есімді қыз өзінің әңгімесін төркінге барғанда басынан өткен оқиға әлі есіме түссе қорқамын деп бастады. Кешкі сағат 9-дардың шамасы еді. Анам екеуміз шай ішіп отырған едік. Жеңгем болса баласын ұйықтатып жатты. Ал әкем мен ағаларым жұмыста еді. Далада жаңбыр жауып, жел тұрып тұрған болатын. Бір кезде біреу есікті қаққандай болды. Жеңгем, біреу есікті қақты ма деп сұрады бізден. Біз де үнсіз есіктің дыбысын тыңдай қалдық. Қайта есік қағылмаған соң, желден болар деп әрі қарай шайымызды ішіп, әңгімемізді айтып отыра бердік. Енді кесемдегі шайды іше бергенім сол еді, есікті қайта қақты. Бұл жолы желден емес екенін түсіндік. Анашым есікке қарай барып кім деп сұрады. Сондай бір ащы, жағымсыз, қорқынышы дауыспен Айман деп 2 рет қайталады. Әйел кісінің дауысы болды. Анам екеуміз бір-бірімізге қарап тұрып қалдық. Ана дауыстан ішімізде үрей болды, қорықтық. Бірақ шынымен анамның есімі Айман еді. Көршілеріміздің де даусына ұқсамайды. Олар келсе де мен ғой көрші деп болсын айтар еді ғой деп анам екеуміз жай дауыспен күбірлесіп тұрмыз. Есікті ашарымызды, не ашпарымызды білмей қатты қорықтық. Содан соң мен тағы да қайталап кім бұл деп сұрадым. Ол тағы да солай қайталады. Анам екеуміз ана дауыстан одан әрі қорықтық. Не де болса есікті ашпауды жөн көрдік. Есікті ашпай ішке кіріп кеттік. Қайта ешкім есікті қақпады да, мазаламады да. Біз де ол жайтты ұмытып кеттік. Ас үйді бәрін жинастырып болып, әрқайсымыз өз бөлмемізге кіріп терең ұйқыға кеттік. Таң ата сағат 6-да ағам хабарласып, есікті ашшы деді. Есікті ашып, үйге кіре салысымен ағам бірден забор мен үйдің есігінің тұтқасына не қан жауған деп сұрады. Мен түсінбей, қаны не істедім шошып. Ағаммен қайта шығып қарасам, шынымен қан жағылған екен. Бірақ көп емес еді. Бір әдейілеп саусақпен жаққандай. Сол түні кімнің келгені және ол не қан сол күйі белгісіз болып қалды деп Малика өзінің оқиғасымен бөлісті. Сіздер қалай ойлайсыздар? Келген әйел кім? Қанды неге жақты? Сіздерде де осындай бір түрлі түсініксіз оқиғалар болған беді? Егер болған болса, комментарийға бөлісе кетіңіздер. Егер видео ұнаған болса, арнамызға жазылып, қоңыраушаны лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген қызықты өмірде болған оқиғалармен бөлісетін боламыз. Келесі видеода кездескенше оқырман.